Ё-моё, чё-то бүгін ешқандай қызық жоқ сияқты өйстіп отыра беріп шаршап кететін болдық қой. Ё-моё, ноутбуктан да өше қызық қалаған жоқ, өйстіп отыра бергенше бір. Ей, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін Емұхан достар. Бүгін дейтін менің ішім дейтін жестко пысып жатыр я достар, дейтін вообще пісіп деген малым шығып кетті я. Бүгін бір қызық болады ма екен десем, так. Ермахан қалайсың, ұйықтан тұрдың ба? Тұрдым, жаңа ғана ішім пысып өйстіп отыр едім. Чё там, не болды мэр? Сен даусың кәдімгідей бүкіл ауылға шығып жатыр ғой, CS:GO ойнап жатсың ба? Қаяқтан біліп қойдың, ё-моё, қат шықты ма не? Ё-моё достар, менің дейтін CS:GO ойнағам дейтін қат шыққан болып тұр ғой. Чё там, жайша келіп пе едің? Менде короче саған ұсынысым бар. Чё там, қандай ұсыныс, ё-моё достар, чё там мына мэрдің ұсынысы болса, онда ол бекерден бекер емес қой, так айта бер ұсынысын, тыңдап тұрмын. Сен маған короче көмектесу керексің, өйтіп бұл ауылға да көмектесесің ғой, короче. Көмектесем, кетті сыртқа барып сөйлесейік, іште тұрған чё-то біртүрлеу ма или давай Давай кеттік сыртқа. айта бер ал. Чё там? Короче ше, сенде анау бір тек железный блоктар бар ғой, сен бізге 10 голем соғып берсей, короче. Так, 10 голем дейсің бе? Ол не үшін еді ол? Ой, короче, не зомбилар бізге атака жасай деп жатыр, бізді ауылға соғып қорғау үшін бізге 10 голем керек болып тұр ғой. Все, 10 голем ба? Фигня ғой. Жақсы, онда сен бара бер, мен барып заттарымды алып келе берейін, я. Давай, мен кеттім. Все, давай, ё-моё достар, так, мынау бізде мэр бізден ойын ойнап жатқан жерімізден 10 голем жасап бер деп заказ түсірген ба? Тұра тұрыңдар достар, мен не сұрауды, бір зат сұрауды ұмытып кеттім ғой. Так, мэр, чё там бізге, сен маған не бересің 10 голем жасағаным үшін? Изумруд береміз саған, короче. Изумруд бересің ба? Все, от души, достар, біз сұрап алдық не беретін, так, 10 изумруд береді екен, так, біз онда барып өзіміздің железный блокпен тыквамызды алып, в общем, біздің өзіміздің нелерімізді, големдерімізді жасай берейік. Так, бірінші мына жерге біреуін жасайын, так, біздің үйдің қасына, чтоб біздің үйіміздің жанына зомбилар келмеу керек қой, достар. Так, онда біз қазір грядканың мына жеріне жасап қоятын боламыз. И потом барып қазір ана мэр тұрған жерге жасайтын боламыз. Так, ол жерге артынан барып жасайтын боламыз. Ё-моё достар, мынау істемей, дұрыс, астына тұрмаймын. Кейін, в общем, бұны жөндеп істеп тастайтын боламын. Так, бізге, в общем, мына жаққа жасап қояйық. Так, мына жерге де біреуін істеп қоямыз. Так, достар, бізде екінші голем болады. Так, бізде 1, 2, 3 голем болды ма? Так, достар, пока что 5 голем істей тұрайық. Сосын қазір 6-шы големді ана мэрдің қасына барып істейтін боламыз. Так, мына полицейский участок, кім біледі, алдыңғы видеода кім көрді? В общем, мына осы полицейский участоктың жанына жасап қоямыз. И бізге қазір магазин жанына жасап қою керек болатын болады. Так, достар, в общем, дейтін мына жерге әдемілеп қылып жасап қоятын боламыз. Так, в общем, дейтін достар, біз қазір мэрдің жанына жасаймыз. Так, олар мені көрмей тұрған шығар деп ойлаймын, достар. Так, осы жерге жасап қоятын боламыз. Так, осылай жаймен ойбай, мен қудырып жібердім ғой мынаны. Так, осылайынан бір қойып қояйық, и осылайынан бір істеп жүрсек болды. Так, достар, так, что-то әдемі шыққан сияқты. Мынаны кейін өзім железный киркамен алып тастайтын боламын. Чё там, жесел депутаттар? Так, ол жақта біреу сөйлесіп отыр ғой. Короче, қазір Ермахан бізге там 10 голем соғып береді. Қазір осы ауылды жойып жібереміз, короче, болды, өзіміздің қолымызда болады, ақшалар келеді десең, короче, изумрудтар, короче, ана жерде. Так. Чё там, мэр, чё там? Чё там, соқтың ба? Соққанда болып қалдым, чё там, не бір әңгіме айтып жатырсың ғой сен, бірдеңе жаулап аламыз дейсің ба? Чё-то мен түсінбедім. Ешқандай жаулап емес, жаулаудай дұрыс айтып отқан жоқ. Соғыс болайын деп жатыр ма или чё? Так, мен түсінбедім, мына голем чё-то дұрыс шықпай қалды ма, қарашы. Қалай соққансың аны? В общем, солай бұл ештеңе емес, сен жаңа бірдеңені айтып жаттың ғой, соны айта аласың ба маған или қалай? Айтпаймын, саған қомақшы, мен сен менің ғой, сен неме пәле, мен ауылдағы проблемалар саған айтуым керек па, бір кетіп бара яқтан маған нәрселерді соқ. Болды. Так, достар, чё-то мен әңгімесі дұрыс емес сияқты. Достар, мына мэр бізден бірдеңені жасырып тұр, достар. Ё-моё, ана големді айтып едім, ана не туралы, жаңа әңгіме туралы айтып едім, сразу қуып жіберді. Ана жителдердің де түрлері чё-то бір түрлілеу, достар. Ана жителдер дейтін бір зұлым жителдерге ұқсайды. Так, достар, ё-моё, так, мен голем салып жатыр едім. Так, достар, мыналардың әңгімелері мен қатты естігім келіп тұр, просто опасно сияқты мынау бар ғой. Так, достар, в общем, менде қазір бір идея бар. Бұл жындыларды бізде есту үшін, аңду үшін. Так, достар, в общем, дейтін мен өзімнің секретный стамескамды және де өзімнің секретный осы нәрселерімді алып аламын да, и қазір менің не істейтінімді көретін боласыз. В общем, дейтін достар, мен заттарымды алып алдым. Қазір ана жителдерді қарайын, ана жителдер кетіп қалған бекен бізде. Так, достар, мыналар кетіп қалған екен. Как раз кетіп қалған екен. Біз қазір өзіміздің секретный затымызды қолданатын боламыз, достар. В общем, қазір мен дейтін
мына тұрған тыкваның, то есть мына големнің ішіне кіріп кететін боламын. Я достар, мына жерге кіріп кетемін де қазір оларды аңдайтын боламын. Так, ол үшін достар бізге бірінші осылайынан кішкентай болып айналып алу керек. Я достар, қараңыздаршы қандай мен кішкентай болып кеттім. И бізге мына заттарды кішірейтіп өйстіп короче тығу керек те, и осы жерден қарау керек достар. Қазір өйстіп железный блокпен үстімізді жауып қоямыз, и осы жерден біз қарап әңгімелерін тыңдайтын боламыз. Я достар, қазір енді бізге только жительдердің келгенін күту ғана қалды. Енді қазір достар бір 10-15 минуттан кейін оларды уже келіп қалатын болатын шығар деп ойлаймын. Так достар, все, давай. Мен қазір осы жерде күте тұрайын, и келген кезде мен осы мына блоктарды ашатын боламын. Так, что-то Так, бәй, достар, сендер, короче, дауыстар шығып бастаған сияқты, сендер қазір жіберейік. мен айтқанымды орындан тұр ғой, ана нелерді там Ермахан көріп қалмасын иә. Короче, қазір түгі бірлерден бастайды, короче, ана големдер шығарып осы ауылдың бәрін құртып, короче, и потом барлық материалдарды сатып изумрудтар алып, өзіміз кайфовать етіп, ақша бар, короче, сөйтіп өмір сүрмейміз ба? Ё-моё, достар, мыналарың офигевший екен ғой, бәсе. Неғып неге менің әңгімелерді жасырып жатырмын десем, так әңгімелерімді ашып тыңдайық. Я смело ғой, Скажи. смело ғой. Ермұханды алдық кетсек болды емес па? Я мен оны вообще ұнатпаймын, оны хейтерімін. Қазір біз түнгі ішіне барлық големдерге 10 изумрудтан береміз, и соларды алдап кететін боламыз. В общем, сол ғой, соның планын бірге орнасақ болды ғой, мен сенің айтқаныңды тыңдаймын ғой. Алып, короче, бүйтсе сен барлығын жоямыз ғой, сосын барып өзіміз кетіп қаламыз, дәу коттедж үй соғып өзіміз шиковать етеміз ғой. Все, айтсаң болды ғой, мен сенің қасына жүруге әрдайым дайынмын. Мына Ермұханды тезесе құтылсақ болды екен. Алып, короче, Ермахан ол пешка ғой. Достар, мынаның пландарын көрдіңіздер ме? Дәмелері зор мыналардың. Так, достар, енді бұлардың кетіп қалған тағы да күтетін боламыз. И қазір кетіп қалған кезде достар, короче, біз мэрдің үйіне ловушка жасайтын боламыз. Так, достар, бұлар мені көрмей тұрған кезде осылайынан көтеріліп мен шығып кетейін. Так, достар, қазір так мыналар мені көрмей тұр деген ойдам. Так, бізде достар, так мэр тұр екен әлі достар, қазір кетіп қалады деген ойдам. Так, мен мына жаққа барып тығыла тұрайын, оданша қазір мэр мен көріп қоймаса болған только достар. Ё-моё, так достар, осылайынан алып қояйық, сеп қояйық. И потом мына жерге өзімізге бір четкий бір мост секіре аламын. Все достар, секірдім. Так, достар, в общем, былай қашып кетуіміз керек біз дейтін. Так, осыны секіріп өтіп кетемін. Все достар, аналар кетіп қалды деген ойдамын. Так, достар, мен өзім нормальный размеріме келейін. Так, достар, все нормальный размерге келдік. Енді біз дейтін қазір, в общем, жителдің үйіне, мына мэрдің үйіне дейтін біз қазір ловушка жасайтын боламыз. Ол үшін мен өзіме керек заттарымды алып алған болатын. Так, обсидиан осыларды аламыз, еналарды тығып қоясыздар. Бұлар бізге әрине көмектескен болатын. Так, достар, в общем, біз қазір дейтін мэрдің үйіне барып ловушканы жасайтын боламыз. Так, в общем, дейтін достар, біз қазір мына жерге өйстіп жасап қоятын боламыз. Так, достар, в общем, бізге мына жерге осылайынан әдемілеп тұрып қазу керек, достар. Так, мына жерлерге өйстіп әдемілеп бізге не істеу керек? Так, достар, осы болады деген ойдамын. Так, или болмай ма, достар, көрейік қазір. Үшін бізге кірген кезде мына сразу ішіне түсіп кетіп шыға алмайтындай болып қалу керек. Так, мына жақтарының стеналарында өйстіп әдемілеп қойып қояйық. Так, осылайынан болсын. Так, достар, ё-моё, мен лопатканы алып кеткен екен, кирка бәрін ол, именно лопата алып кеткен екен. Так, достар, ё-моё, мынаны не алып жүрдім мен, ё-моё, достар, мына мен қазір шығып кететін болады бұлар. Так, достар, ё-моё, аны бізде мэр дейтін офигевший екен, достар, маған келген кезде ұнап еді, ана мэрші. Ё-моё, түнгі үште дейтін біздің ауылды захват жасайын дейді. Ё-моё, достар, бұл ауылды білмейді екен ғой, кімнің қарайтынын, кімнің ұстайтынын, бұл мэр дейтін, вообще дейтін офигевший мэр екен, достар. Ендігіден былай бұндай ауылға бұндай офигевший адамдар шақырмайтын боламыз. Так, достар, в общем, былайынан шығып кетеміз де, мыналарды алып тастайтын боламыз. Так, достар, енді тек қана бізге қазір мэрдің келгенін күтіп, оның түсіп кеткенін қарау керек болатын боламыз. Достар, так, қазір біз мұның артына тығыла тұрамыз. Так, есік жауып қоя тұрайын мен. Так, қазір мэрдің келе жатқан көретін боламыз. Примерно грядка жақтарда жүрген еді бағананша, достар. Сол грядка жақтардан келе жатқан көріп, ішіне түсіп кеткен кезде бетін прутиялармен жопсайтын боламыз. Так, достар, енді бізге только так, достар, бізде мэрді келе жатыр екен. Қазір, достар, бізге дайын болу керек. Так, мына жерде бүйтіп осылайынан тығылып тұрайық, достар. Так, қазір мына бірден бамп етіп түсіп кеткен кезде, в общем, не істейтін боламыз, достар. Так, достар, не істеп тұр ана, достар? Жұмыс жасасаңдаршы, неме жата бересіздер ғой, күндері түскенге шейін. Сөйлеп жатыр. Так, достар, жынды екен ғой мына мэрің дейтін. Так, достар, так.
И қазір біз дейтін так барып демалып болмасам так кілтім қаяқта менің. так достар да кіріп жатыр достар. Ей, Так ей, Ермұхан сен ба жібер мені, қаяққа түсірдің сен, Чё там планың орындалмай қалды ма? қандай планы, қайда қайтып жатсың? Мені қалай біліп қойды деп сұра салайын бірінші. Қалай білді деді? Сенің планыңды білем ғой. Мен түнгі 3-те изумрудтар мен големдерді алдап, және біздің ауылды жаулап алғың келіп тұр ғой, иә? Жоқ, ол өтірік. Ондай ойың іске аспайды сенің, білесің ба? Өтірік олай, Ермұхан, жібер мені. Жібермеймін мен сені, болды. Осы жерде түрмеде осы жерде шіритін боласың, сен білесің ба? Жарайды, Ермұхан, сен біліп қойса оны ана шетел депутаттарымен сіз екеуміз қашып кете салайық та ғой, Жоқ, қашпайсыңдар сендер, өйстіп сендерді қарсы қоршап қоятын боламын мен. Осы жерде өмір бақи шірисіңдер. Ермұхан, жібер де, мен саған көп ақша беремін, изумрудты Жоқ, беремін. керемін, сенің ақшаң маған ештеңе де керек болмайды. В общем дейтін достар, біз осылай мэрді ұстап алдық. Мына мэрдің тұрсын қараңдаршы, ақша беремін деп мені параға шақырып жатыр достар. Бұндай болмаңдар никогда өмірде достар. Мына мэр дейтін вообще офигевші екен. Давай, мэр. В общем, ертең полицияны күт и өзіңе, короче, өмір бақилық түрмеге қамаласың. В общем, что там қалай, ловушка ұнап жатыр ма, жайлы ма ішінде? Жібер деймін, саған өзіне жаман болады, білесің бе, менен басқа Маған бір ешқандай жаман болмайды маған. Мен білесің ба, менің достарым көп, сені просто өлтіре салады сені. Давай. В общем, так достар, біз дейтін мына қазір жителдісі ана бірдеңе деп қалған сияқты, ештеңе етпес енді. Так, в общем, достар, мына големдердің бәрін енді кішкене бірдеңе қылып болсын, бұлардың бәрін бір жерге апарып, в общем, өлтіру керек емес, енді басқа бірлерге сатып жіберу керек болатын болады. Так, мыналардың бәрін кейін жинастыру керек. Ана жерде ананы, короче, достар, өстіп біз дейтін мынандай офигевший мэрді ұстап алған болатынбыз достар. Так, в общем, ана мэрің офигевший екен. Қазір енді мен полицияларға звондап шақыратын боламын. Сіздерге бүгін видео ұнады деген ойдамын достар. Әрине арна жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.